Улану кезіндегі алғашқы медициналық көмек. Жалпы уланудың өзінің әртүрлері бар, тамақпен улану, немесе дәрімен улану, немесе иісті газ, яғни метанмен улану. Жалпы бірінші біз тамақпен уланудан бастасақ, тамақпен уланудың ең алғашқы белгілері бізде тамақ жегеннен кейінгі 6 сағаттың ішінде байқалады. Ал егер де мысалға саңырауқұлақпен уланған болсаңыз, саңырауқұлақпен уланудың алғашқы белгілері бізде 15-20 минуттың ішінде байқалады. Ал мысалға ботулизм кезінде, яғни сіз консервілермен уланған болсаңыз, онда бізде уланудың алғашқы клиникалық белгілері 1-2 күннің ішінде байқалады. Жалпы уланудың белгілеріне бізде іш қуысындағы ауырсыну, жүректің айнуы, құсу, температураның көтерілуі, құсу және дағы бас айналу және іш өту, яғни диарея жатады. Жалпы улануда есте сақтайтын нәрселер осы. Клиникалық көріністері құсқан кезде бізде жеңілдік бермейді, температура жоғарылайды. Температура 1 градусқа жоғарылаған кезде тыныс алудың жиілігі 10-ға дейін жиілейді. Жалпы енді улану кезіндегі алғашқы медициналық көмек. Жалпы улану кезіндегі алғашқы медициналық көмек, яғни үй жағдайында бірінші кезекте біз асқазанды жууымыз қажетпіз. Яғни сіз өзіңізде тамақпен уланудың белгісі болғанын көрсеңіз, сізде бірінші кезекте асқазанды жуу қажет. Бұл дегеніміз бөлме температурасындағы 1 литр суды өзіңізді күштеп болсын ішіп, одан кейін қолдан құсу шақыру қажетсіз. Яғни бөлме температурасындағы жылы суды іштіңіз, одан кейін 2 саусағыңызды аузыңызға салып, күштеп өзіңізді құсу шақыруыңыз қажетсіз. Жалпы тамақпен улану кезінде болсын, басқа заттармен улану кезінде болсын, бір рет қана асқазанды жуу жеткіліксіз болып табылады. Жалпы асқазанды жуу бізде таза сұйық су шыққанға дейін жалғастырамыз. Яғни құсықтың массасы таза болып шыққанша жалғастыру қажетсіз асқазанды жууды. Жалпы есте сақтайтын нәрсе, асқазанды жуу бізде 3 жасқа дейінгі балаларға жүргізілмейді, аяғы ауыр әйелдерде жүргізілмейді, құсық массасы қара түсті, немесе қан аралас болған кезде жүргізілмейді. Ес-түссіз жатқан адамға еш уақытта асқазанды жууға, немесе оған күштеп құсық шақыруға болмайды. Немесе асқазан жарасы, гастриті бар адамдарда өз бетіменен үй жағдайында асқазанды жууға болмайды. Одан кейін келесі көмек, яғни бұл бізде клизма жасау болып табылады. Клизманы тоже жасаған кезде жылы суменен, бөлме температурасындағы суменен жасаймыз. Клизма ол бізде ішекті токсиндерден, микробтардан тазарту мақсатында жүзеге асырылады. Жалпы клизманы бөлме температурасындағы суменен жасаймыз. Және дағы клизма жасаған суға ешқандай да химиялық заттарды, порошоктарды қосуға болмайды. Бізде клизмадан кейінгі үй жағдайында жасауға болатын алғашқы көмектің түрі ол бізде сорбенттер. Сорбенттер, яғни бұл бізде кез келген үйдің дәрілік аптечкасында болуы қажет препараттар болып табылады. Жалпы сорбенттерге бізде не кіреді? Оларға бізде активированный уголь, смекта, атаксил және дағы сорбексті айтамыз. Жалпы бұл сорбенттердің бізде мөлшерлеу көрсеткіші, яғни адамның салмағына байланысты болып табылады. Егер дағы сіздің салмағыңыз 60 кг болатын болса, онда сізге бір ғана белсендірілген көмір, яғни активированный уголь іші жеткізіліксіз. Яғни сіздің салмағыңыз 60 кг болатын болса, сізге 6 таблетка активированный уголь қабылдау қажет. Яғни 10 кг салмаққа 1 таблетка сорбент қабылдаймыз. Сорбенттер қабылдаған кезде ескеретін нәрсе, дәріні міндетті түрде жарамдылығына, целостность тексеру керек, яғни оның мерзімділігіне өтіп кетпегеніне, және құрамының сыртқы видін жоғалтпағанына мән беруіміз қажетпіз. Одан кейін бізде көп сұйықтық ішу қажетпіз. Жалпы улану кезінде адам құсады, диарея болады, яғни көбінде сусыздану процесі жүреді, адам көп мөлшерде су жоғалтып алады. Сол себепті міндетті түрде улану кезінде су балансын қалпына келтіру мақсатында өте көп мөлшерде су ішуге тырысу қажет. Яғни ыстық шай, лимонмен, мятаменен солай шай ішкен өте жақсы көмектеседі. Осымен бізде тамақпен улану аяқталды. Келесі енді бізде тұрмыстық газ, метанмен улану кезіндегі алғашқы көмек.